Assalamu alaikum. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar, bауырлар. Бұқаның байланғанына 40 күн болды бүгін. Жағдайлары мынандай. Біртіндеп өсіп келе жатыр. Дозаларын көбейттік. Таңертең 5,5, кешқұрым 5,5 болды, мыналар үлкендер. Бұл 5,5 дегеніміз 5,5 күрішке. Қандай? Советский. 1,5-нан бастағанбыз. Әміне мыналары 3,5, 4,5, әрқайсына әртүрлі беріп жатырмыз. Аппетиттері күшті, жақсы. Байлаған күннен бастап 1,5 күрішкеден бастадық. Күнне 2 мезгіл, таңертең 1,5 күрішке, кешқұрым 1,5 күрішке. Сөйтіп, әр 3 күнде қосып кете бердім. Әр 3 күнде жарты күрішкеден, әр 2 күнде 3 күнде жарты күрішкеден қосып отырдым. Сөйтіп, тоқтатпай, өйстіп қазіріне 5,5 күрішкеге дейін келдік. Енді мына дозалар үлкейген кезінде 4 күнде, 5 күнде қосып отырдым. Енді мынау жегендеріне байланысты қазір. Көрдіңіз бе, салдым, бірден тез жеп атса, значит, қосу керек. Мен осындай тәсілін таңдадым. Оның неше түрлі тәсілі бар бордақылаудың. Біреулер бірден әкеп толтырып салып қояды. Сол асқазандар бірінші кезінде ауырады. Сөйтіп емдейді, өзі емделіп. Сөйтіп жақсы болып кетеді. Алдында постоянно тамақ тұрады біреулердіке. Мысалы қазір уже ақырындап жеп жатыр, асықпай. Мен мыналар 5,5. Ертең 6-7 күрішкеге барғанда бұлар таусалмайды. Сол кезде постоянно алдына қой жіберуге болады. Бірақ мен бұндай қылмайым, жеген жейді, қалған алып қоям. Неге десеңіз, менде мына астау, ақыр. Мен оған келмейді. Көрдіңіз бе, мынау негізі сиырға арналған. Сиырға, мен мыналар, сиырлар. Сауынды сиырлар, бұларды күнде сауып отырмын қазір. Біреулерін сауып отырмын, біреулері уже суалып кетті, уже бұзаулайды. Желінде батыр. 18 сиыр бар. Сол үшін маған туры келмейді. Сол үшін өстіп берем. Таңертең кешқұрым берем. Мен не істедім? Мен ешқандай укол ештеңе істегенім жоқ. Асқазандарында бұларда құрт болады. Сосын денеменен тері мен еттің ортасында құрт болады. Солар түсіру үшін укол жасайды, витамин жасайды. Мен ештеңе істеген жоқпын. Мен ойыстып өзіміздің бұзаулар, соны әкеп байладым, сонан осылай тұр. Бір мезгіл су берем, 2 мезгіл бидайын берем, бидай арпасын. Бір мезгіл су берем, 3 мезгіл және шөп берем. Осындай. Қазір біреулер мен мыналар. Мынау денесі да, мойны да кетіп бар жатыр, бой ондай өсіп жатқан жоқ. Мыналардың уже өзінікін жеп қойды, жемеген әлі. Мыналардың бойы кетіп бар жатыр. Арқа жағын түсірейін, арқа жағы қараңғы. Бұларға таңертең 6:30-да тұрам, бидайын шөбін салам бірінші, сөйтемді астын алам, астын алып болам дегенше шөбін жеп болады, сөйтемді жемін беріп тастаймын. Сонан кейін болды, бұларға қайтып келмеймін. Сосын түсте бір кеп суын берем, суын ішіп болғасын шөбін салам, болды, бұлар тағы жатады. Кешқұрын енді мінеке, кешқұрын бірінші жемін салдым, сосын шөбін салып қоям, шөбін жеп,
күйісін қайтарып жатады демалып. Қайта кіре беруге болмайды. Кіріп шыға берген болмайды. Бұлар там жаңа бидай арпасын жеп алғаннан кейін жақсылап жату керек. Жату керек. Демына жаңа жегендері бойына сіңіп жату керек. Бұлар орнынан тұрса, жеген, ішкен арқасынан бұлай шығарып тастайды. Сол үшін жату керек. Қазір жағдайлар осындай. 40 күн. 40 күннен асты. Шамамен асты. Осындай жағдайлары. Өйстіп 100 мынау қаңтардың 10-15-іне дейін ұстаймыз деп отырып, дайын болғандарды, мыналарды шығара береміз. Мынау қайсысы дайын болады, бастап тапсыра береміз. Енді менің тәсілім, мен өйстіп бағам болады. Әркім әртүрлі бағат. Менің өзімнің ауама маған осы ыңғайлы. Әрине бұлардың пародисті болса, егер, мәселен, аңгөз, ақбас, әулиекөл, етті направлениелер, ет бағытында, бұлар осындай болып семірет, бұдан да үлкен, бірақ олардың еті, мәселен, таза салмағы 500 кг болса, мынау асып кетсе 50% ет болады, 250 кг болады. Жаңағы ет направлениесіндегілер олар 60-65%-ға дейін береді. 45 ғана пайызы отход болады, қалғаны бәрі ет. Енді менде пародасы өзіміздің простой сиырлар, мыналардың балдары ғой. Дәл осы сиырдың балдары. Сол үшін қандай сиырымыз бар, соның бұзауы бар. Және міне достар, менікі осылай, қалай барлығын көрсетіп отыр. Қалай байлаймыз, қалай бірінші күннен бастап не береміз. Кеше ауырып қалды. Қандай уколған ертең сүріп жіберуім керек, осы бір уколдан жақсы болды. Бірінші аузына мынаны байладым. Не құлағынан. Сосын бір укол салдық, сонан жақсы болып кетті. Аппетиті жақсы. Енді қандай бидай, қандай арпа беріп жатырмын, оның барлығын қысқа видео қылып, ортасына үзіп салармын. Қалай ұмтап жатырмын, қандай жем, қандай болу керек. Достар, мынау беріп жатқан арпа, бидай және сапло деген бар. Саплор деген май алатын дән. Сол үшеуін араластырып беріп жатырық. Көрдіңіз ба, бидайдың жеп атқан жемінің қандай болу керек? ұн болмау керек. Және түйіршігі үлкен болмау керек. Осындай болу керек. Ұн болса, асқазанына жабысып, бітеп тастайды асқазан. Дән болса, о дән шығып кетеді арқасынан. Бұл бұқаның ішінде, сиырдың ішінде өз 1-ақ сағат, 1,5 сағат тұрады. Сол бірден шығып кетеді. Қуыртып үлгермейді. Сол үшін мен мынандай болу керек. Көрініп тұрған жоқ па осындай. Оны емес, үлкен дән емес, майда тар сияқты ғой. Тар сияқты болу керек. Міне. Көрдіңіз ба, бидай, арпа, сосын міне андай ағақ саплор. Осы үшеуін, әрқайсысы ана жақта арпа, мына жақта саплор, мына жақта бидай. Соларды араласып, осының ішіне 1-2 шелектен саламда, сосын араластырам. Мына майдан, саплордан, одан азғантай ғана салам. Сөйтіп араластырамыз.
осылай береміз. Сол кезде мен енді осылай байлап тұрмын. Қашарлар, өзіміздің қашарлар, осылармен, жаңа мына бұқалармен жасты. Мына қашар, сосын мына қашар, бұлар уже боз. Сарпайлар ісіп жатыр, бұл бұзаулайды. Иншалла, Аллаға қаласа. Міне достар, осы біртіндеп, ақырындап салмақ алып келе жатыр. Қош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Мен осындай көріп, тыңдап, ойларыңызды бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Қош, сау, аман болыңыздар.